айтқандары, Болды ма? инструмент ойнағандары. Мінекей әне міне дегенше біздің Ғалымжан Жолдасбай ағамыздың концерті өз мәресіне жетті. Мінекей халық залдан шығып жатыр. Концерт қалай өткенін білетін боламыз. Бүгінгі концерт қалай болды, өз көңіліңізден шықты ма? Керемет, жақсы, әдемі, сондай күйлерді тыңдап, қазақи домбыра ән әдемі, жақсы болды. Ой, керемет, тамаша Ұнады ма? екен. Ой. Рахмет. Өнерпаз бала екен мынау, сол ең несі. Тура өнерпаз екен. Бақытты болсын. Енді керемет, енді маған ең ұнағаны симфонический ансамбльмен, оркестрмен өлең айтқан ұнады. Керемет демалдық қой. Еще тағы да айтатыным, және де қазақи, дәстүрлі әндер керемет. Рахмет, Ғалымжан, жасай бер. Қалай болды концерт, ұнады ма? Иә, Несімен ұнады, қалай? Қызық болды ма? иә, ән айтқандары, Әдем болды ма? инструмент ойнағандары. Күшті болды ма? Иә. Молодец. Ұнады, көңілден шықты. Рахмет, мына келіп концерт беріп жатқан балдарға мыңда бір рахмет. Қазақи күй, қазақи әндер, қандай жаңағыдай орысша нелер ешқандай араласқан жоқ. Рахмет, жаңағы жақсы нәтиже алып кетіп жатырмыз. Көңіл күйіміз жақсы. Біздің Ғалымжан досымыз, бауырымыз, кәдімгі тәтті жүрекке қонатын, елдің есінде қалатын әдемі ән салды. Бауырымызға тек шабыт тілейміз, жақсылық тілейміз. Бұдан да шыңнан көріне берсін. Өте қуаныштымын. Нағыз кеш болды ағайын. Ғалымжан алғаш рет сахнаға шыққаннан бастап дәстүр мен эстраданы қатар алуымен, қазақы үнін, қазақы бояуын жоғалтпауымен ерекшеленген әнші. Бүгін ән де айтты, жыр да айтты, терме де айтты, эстрадалық бағытта да айтты. Жалпы әндерінің және жаңаша заманауи бағытта көркемдегеннің өзі ерекше. Ол Ғалымжан екен, тағы да бір дәлелдеді, ризамыз. Маған концерттегі Көкшетелдің күй варианты өте қатты ұнады, ерекше. Күйді шетті. Шок болды. Сосын күй тартыс, жыраулар блогы, кейіннен жастар бағытындағы әндер, қырғыз бен қазақтың үйлесімі. Жалпы концерт қазақтың қанын қоздыратын нәрсе, ол ешқандай да мынау қазіргі батыстан келіп жатқан нәрселер емес, таза күй ғой. Адай ойнап кеткен кезде, күйші тартып келіп, артынан оркестр тартып кеткен кезде, кез келген ана жерде отырған көрерменнің қаны қызды деп, рух берді деп айта аламын. Мен тіпті ойстап Айтбекті қысып алдым, анау айқайлай берейін деген ұят екен, шап деп. Енді таза қазақтың маңдайына біткен әнші деп айтсам артық емес. Адай анау-мынау адам тумайды ғой, жасай берсін.